Тарихи білім тарихы. Тарихи білімнің кәсібилену процесі кешенді түрде зерттелген оқу құралы. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық жобасы аясында 4-ші басылым аударылды. Кітапта архаикалық дәуірден біздің заманымызға дейінгі тарихи сананың қалыптасуы мен тарихи ойдың эволюциясы баяндалады. Тарихи білімнің кәсібилену процесі, оның ғылым пән ретінде орнығуы зерттеліп, теориялық білім мен озық тәжірибелерді бірдей қамтиды. Тарихты зерттеудің мәселелері, әдіснамасы, пәні мен міндеттерін түсінудегі өзгерістерге жан-жақты шолу жасалған. Оқулық тарих факультетінің студенттеріне және тарихқа қызығатын жалпы оқырман қауымға арналған.